Құрметті әріптестер, сіздерге маған жаңа мәлімдегендей, біздің жұмыстарымыз осы сот саласына, сот кадрдың, соттардың жауапкершілігіне байланысты. Бүгінгі жоғары сот кеңесінің жанында құрылған осы сот жюриі кадр мәселесі бойынша, басқа да сұрақтар бойынша тұрған мәселелерді біздің комиссиялар құрылып, біз мінекей осы отырған 3 азамат басқарып жүрміз. Бұл құрылған жоғарғы сот кеңесінің жанындағы сот жюридің жаңа басқа структураның біріншіден мақсаты осы сот саласында қызмет атқарып жүрген судьяларды іріктеу, олардың біліктілігін табу, олардың жұмысын ұйымдастыру, олардың жауапкершілігін қажет кезінде қарайтын мәселе болып туындайды. Жалпы айтып өткендей, сот системасынан, тікелей соттардың өзінің қарамағынан бөлініп шыққан жоғарғы сот кеңесі ол тәуелсіз. Яғни бұнда мысалы біздің комиссияның құрамында тек қана соттар емес, басқа да өкілдер бар. Кадрлық резервтің комиссиясына 3 жоғарғы сот кеңесінің мүшесі, 3 сот кіреді әр сатыдағы. Одан кейін мемлекеттік қызмет және де коррупцияға қарсы күрес туралы агенттіктің өкілі, HR менеджменттің өкілі болады. Яғни барлығы 9 адам. Байқасаңыздар, егер бұрынғы осы кадр мәселесімен айналысқан кезде тек қана соттармен айналысатын, қазір уақытта қоғамдық мүшелері кіріп отыр. Олар тек қана соттар өздеріне өзі қарамасын, сырттан, яғни қоғам біліп отырсын, қандай резервке кадрлар алып жатыр, оларды қалай таңдап атқаны, соның бәрі ашық, айқын, бәрі түгел біздің сайттарда көрсетіліп отырады. Яғни ашықтық, жариялылық деген мәселені өте жоғары деңгейге қойып отырмыз. Бұрынғыдай мысалы, әрине, бұрында дұрыс та болған шығар, бірақ бұрыс мәселелер болған. Сот системасындағы облыстық соттардың басшылары, жоғары соттағы, олар өздерінің әрине пікірлерін айту мүмкін, өз айтқан нәрсесін істетуі мүмкін. Қазір уақытта бұрын ойлап қалған соттар өздерін өздері шешіп отырды. Қазір уақытта олай емес. Яғни бөлек, тәуелсіз орган осы мәселелерді түгел шешіп отырады.